Бағдарламамызды давам етеміз. Бозатау районында бұқаралар үшін қолайлы инфраструктура жарату, ішкі жолдардың жағдайын жақсылау бағдарында әмелі жұмыстар давам етпекте. Атап айтқанда, бастамалы бюджет процесінің 2025 жылдың 2-ші маусымында Бозатау поселка бұқаралар жиыны аймағындағы бірқатар көшелердің асфальттануы нәтижесінде бұқаралардың тұрмысы әдеуір жақсыланды. Сөз хабаршымызға. Бастамалы бюджет жойбарының өткен жылдың 2-ші маусымында өткерілген дауыс беру процесінде Бозатау поселкалық бұқаралар жиыны аймағында Қарақалпақстанның 60 жылдығы Талвас һәм Алмазар көшелерін асфальтлау бастамасы аймақ тұрғындары тарапынан кеңінен қолдап қуатланып, жеңімпаз деп табылған еді. Бұндан соң жойбар шеңберінде көшелерде жылдар давамында пайдаланылып келтірген құмлы таслы жолдар арнаулы техникалар жәрдемінде тегісленіп, заманауи талаптар тикарында қара асфальт қапламасын жатқызу жұмыстары алып барылды. Бүгін болса бұл жолlarda транспорт құралдарының әрекеті сезілерлі дәрежеде жеңілдесіп, пиядалар ұшында қолайлы шараятлар жаратылған. Асфальтлаудан алдын бұл жерлерде жүдә һәм бір тасландық жерлері десек болады. Міне сондай бір үлкен бір абат, гүзал бір неге айланды. Әрбір көшелеріміз қарамай асфальтланып, балаларымыз оқуға баруларында қиналмау үшін әрбір жолда жүруде жүдә һәм бір ажайып бір үлкен бір жетістіктер деп білемін. Құрметті президентіміздің бастамасымен алып барып жатқан бұл істерге шексіз рахмет, minnetdarшылығымызды білдіремін. Сондай-ақ бастамалы бюджет процесінің үсі басқышында Қасым Авезов, Еркін Жағасы, Ибраим Юсупов һәм Шамензар көшелерін асфальтлау жойбары да халық тарапынан белсене қолдап қуатланып, жеңімпаз деп табылды. Қазіргі уақытта бұл аймақтарда құрылыс жұмыстары басқышпа-басқыш әмелге асырылып, көшелерге асфальт қапламасы төселмекте. Көшемізге тазадан асфальт кеп жатыр. Көшемізде әме қуанышлы түрде құрметті президентімізге рахмет айтып жатырмыз. Бұрын қандай еді? Бұрын көшемізде жауын жауса, қар жауса ылай, жаздың күндері шаң, балаларымыз ойнауы, мектепке баруы, мына той мерекелерде қиын болатын еді. Қазіргі мінекей 2025 жылғы ефем бюджетті ұтып алғанымыз себеплі асфальтты істетуге мүмкіншілік болды. Мағлұмат үшін район бойынша жеңімпаз деп табылған 9 ұсынысты қаржыландыру үшін бұқаралар белсенділігі қоры есабынан жәмі 9 миллиард 392,5 миллион сом қаржы ажыратылған болып, бастамалы бюджет бағдарламасы тикарында 9 объект бойынша 9,39 миллиард сомлық қаржы жұмыслары әмелге асырылған. Соның ішінде 15 көшеде 8,1 километр аралыққа асфальтлау жұмыслары орынланған. 2,6 километр жоғары басымлы газ тармағы реконструкция бір дана трансформатор орнатылған һәм 5,3 километр хауа электр тармақлары жаңаланған.